Саламатсыздар ма? 8-ші тақырып Мичурн қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері. Қазақ халқы көне дәуірден келе жатқан мәдениетті мен мемлекеттігі бар ел. Оның негізінде ата-бабаларымыздың ғасырлық өмір тәжірибесінен қалыптасқан салт дәстүрлер, әдет-ғұрыптар және құқықтық жүйелер жатыр. Қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері тек саяси құрылымға емес, сонымен қатар халықтың рухани өмірі мен әлеуметтік қатынастарынан реттейтін терең жүйе. Мемлекеттік дәстүрлер халықтың бірлігін сақтау, елді басқару, әділдік орнату және ел қорғанысын қамтамасыз ету мақсатында пайда болған. Қазақ мемлекеттігінің қалыптасуы. Қазақ мемлекеттігінің қалыптасуын айтатын болсақ, қазақ мемлекетінің негізгі ежелгі түрік қағанаттарынан оғыз және қыпшақ мемлекеттеріне бастау алады. 13-15 ғасырларда Алтын Орда мен Ақ Орда дәуірінде қазақ халқының этникалық және саяси бірігу процесі жүрді. 1465 жылы Керей мен Жәнібек сұлтандар Шу мен Қозыбасы өңірінде қазақ хандығын құрды. Бұл қазақ мемлекеттігінің нақты бастамасы болды. Қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының бір орталыққа бағынған, сосын өз жарғысы бар тұрақты билік жүйесін құрғанын білдірді. Екінші бізде мемлекеттік басқару дәстүрлері. Мемлекеттік басқару дәстүрлерін айтатын болсақ, қазақ мемлекетінде биліктің негізгі түрі хандық болды. Хандық көне түрік дәуірлерінен кіреді. Хан елдің басшысы, әскери қолбасшысы және әділдіктің кепілі хандық кепілі болды. Ханды ақ киізге отырғызып, халық алдында ант бергізу дәстүрі бар еді. Бұл рәсім биліктің халық мойындауы мен заңды екенін көрсетті. Ханды сайлауда жұрттың бірлігі мен ақсақалдардың пікірі шешуші рөл атқарған. Ақсақалдар дегеніміз билер, жаңағы жасы келген адамдар. Ханның жанында кеңесші болған билер, жаңа айтқандай кеңес және ру басшылары болды. Ол демократиялық сипаттағы элементтер мемлекеттің халыққа жақындығын танытты. Сосын бізде қазіргі Қазақстанмен салыстырған, мысалы кезінде қазақ хандығының арасында билер институты болды. Ол дегеніміз қазақ қоғамының ерекше мемлекеттік дәстүрінің бірі билер соты. Билер ел ішіндегі дауларды жер, жесір, құн мәселелерін шешіп отырған. Билердің әділдігі мен шешендігі халық арасында үлкен беделге ие болған. Мысалы, біздің қазақтың ең атақты билерін айтатын болсақ, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, 300-дің бірлігін сақтауда ерекше қызмет атқарған. Билер институтына келетін болсақ, қазақ мемлекеттігінің құқықтық мәдениетін қалыптастырған дәстүр. Олардың шешімдері жазбаса заңнан гөрі халықтың жадында сақталып тұратын. Қазір бізде қазақта мысалы 1045 заң бар, оның ешқайсысын қазақ халқы жаттап жүрмейді. Ал бұрында ол жазбаша гөрі халықтың жадында көптері сақталған. Әскери және ел қорғау дәстүрлері қазақ халқының тағы да бір маңызды мемлекеттік дәстүрі. Ол ел қорғау мен әскери тәрбие. Әр қазақтың баласы жас кезінен ел қорғауға, батырлыққа баулынды. Ел үшін туды, ел үшін өлді деген ұғым осыдан шыққан. Біздің қазақ батырлардан айтатын болсақ, қазақта мыңдаған батырлар болған.
қазақ әскерінің ұйымдасу жүйесі де дәстүрге айналған. Әр жүздің өз қолбасшылары болған. Жорық кезінде жасақ жүйесі қолданылған. Батырлар мен сарбаздар арасында темірдей тәртіп сақталған. Темірдей тәртіп дегеніміз ол жаңағы ұрып соғу емес, жаңағы қылыш тасу әскери тәжірибе ретінде өткен. Батырлар институты мемлекеттің қорғаныс дәстүрінің негізі Қабанбай, жаңағы біздің батырларымыз айтатын болса Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек батыр мысалы батырларымыз болған. Басқа да батырларымыз айтатын болсақ жаңағы Ер Жәнібек деген батырларымыз болған. Мысалы біздің хандарымыз да батырлар болған. Абылай хан, олар да батыр болған. Олар да өзінің ерекше көзге түсіп, Әбілқайыр, Қасым хан бәрі сол батырдың этабынан өткен. Алдымен қазақ дәстүрінде алдымен батырлар, сосын хандар. Мысалы сіз хан тұқымынан болсаңыз хандар боласыз. Сосын заң және құқықтық дәстүрлер. Қазақ мемлекеттігінің тағы бір іргелі дәстүрі жарғы немесе заң жүйесі. 17 ғасырда Тәуке хан тұсында 7 жарғы заңдар жинағы қабылданды. Бұл заңдар қоғамда тәртіп пен меншікті, адам өмірін, намысты және отбасы құндылығын қорғады. Жаңағы мысалы қанға қан, жанға жан, қанға қан деген жаңағы мысалы сен біреуді өлтірсең, сен жауың сенің отбасындағы біреуді өлтірсең, сен де олардың отбасындағы біреуді өлтіру керек деген секілді болған. Кісі өлтіргенге өлім жазасы кесілгенше, болмаса мынандай 1000 қой төлеу деген секілді сондай да заңдар қабылданған. Құн төлеу жаңағы жанұя мен ру арасында әділдік орнату құралы. Жер дауы, жесір дауы сияқты мәселелерді реттеу. Мысалы жесір дауын айтатын болсақ, жесір дауы дегеніміз өзінің қайнағасына, келінін, қайынына, жеңгесін алып беретін секілді сондай болған мәселелерді реттеп отқан. Осы заңдар мемлекеттің тұрақтылығын қамтамасыз етіп, қазақ халқының әділдікке деген сенімін арттырды. Ал бізде қазіргі соттарды айтатын болсақ, олар енді қазақ халқы мен Қазақстан мемлекеті екі түрлі. Сосын бізде дипломатиялық дәстүрлер. Қазақ хандары мен көршілері елдермен дипломатиялық қатынастар орнатуда дәстүр қалыптастырды. Мысалы біздің хандарымыз Тәуке хан, Әбілқайыр хан, Ресей мен Бұхара және Хиуа хандықтарымен байланыс орнатқан. Дипломатиялық дәстүрдің басты ұстанымы бейбітшілік пен ел мүддесін қорғау болды. Қазақ елшілері көрші мемлекеттерге елдің жағдайын таныстырып, келісімдерге жасасқан. Бұл мемлекеттің сыртқы саясаттағы дербестігін көрсеткен маңызды дәстүр. 7-ші бізде халық бірлігі және кеңес дәстүрі. Қазақ мемлекеттігінің тағы бір ерекшелігі кеңес құру болған. Қазақ Керей мен Жәнібектер айтатын болсақ та, мысалы Әбілқайырдан бөлініп шыққанда сол кеңес құрып алдымен кеңестен кейін кеңесіп, кеңес деген не? Кеңес деген ол жаңағы бір шешілмей отқан нәрсені шешу, шешілмей отқан мәселені шешу мысалы. Сондай болған. Мысалы маңызды шешімдер жеке адам емес, халық кеңесімен қабылданған. Адам мысалы адам бір президент немесе министр өзі қабылдай салмайды. Оны бүкіл халық жиналып мысалы
батырлармен ақылдасып, билермен ақылдасып шешіледі. Мұндай жиындарда ру басшылары, билер, батырлар, сұлтандар бас қосып елдің тағдырын шешкен. Сосын кеңес дәстүрі халықтың өз тағдырын өзі шешу құқығын сақтап, мемлекеттің демократиялық сипатын нығайтты. Мысалы, қазіргімен салыстырғанда қазіргі халық қалай айтсақ болады, салыстыруға келмейді, өйткені қазір халықта ешқандай демократия жоқ. Қазіргі жемқорлық, ешқандай ешкіммен ақылдаспайды, ешкім шешіспейді. Сондықтан да ол кеңес дәстүрі халықтың өз тағдырын өзі шешу құқығын сақтап, халықтың мемлекеттің сипатын нығайтты. Сосын бізде рухани, мәдени дәстүрлер. Мемлекеттік дәстүрлер тек билік пен саясатта емес, рухани өмірде көрініс тапқан. Қазақтар елдің бірлігі мен тұтастығын сақтау үшін мәдени дәстүрлерді ерекше қадірлеген. Мысалы, Наурыз мерекесі кезінде қазақта 1 ай немесе 3 ай тойланған. Той жоғарылар айта беруге болады. Мысалы, ас беру дегеніміз не? Мысалы, бізде ас беру болады. Мысалы, адам өлгенде 7-сі, 40-ы деген болады. Одан кейін жылдық ас беру, 10 жылдан кейін мысалы ата-бабалар бата жасау бізде мысалы кісі қайтыс болғанда мысалы адамдар табаққа өзінің нәрселерін, тамақтарын салып әкеледі, әртүрлі алма деген секілді. Сондай заттарды әкеліп дұға жасайды, дұғаға ақша береді деген секілді. Сондай қазіргі кезде, ал бұрынғы кезде мүмкін жылқы, сиыр, сондай үлкен қара малдар берген шығар дұға жасау үшін. Қонақ кеше құт бірлік жерде тірлік бар деген мақалдар осы дәстүрлердің рухани негізін көрсетеді. Тәуелсіз Қазақстандағы дәстүр жалғастығы. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан ата-баба дәстүрін жалғасы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен мемлекеттік дәстүрлерде жаңа мазмұнды дамытып келеді. Бірақ ол қатты дамыған жоқ. Жаңағы Наурыз мерекесі бізде мысалы бір күн өтуі мүмкін, қатты дамымаса да, енді постепенно деп айтамыз ғой, ақырын дамып келе жатыр. Қазіргі конституция, парламент, сот жүйесі ежелгі билер дәстүрінің заманауи түрі, бірақ оған ұқсамайды. Өйткені халық санаспайды. Мемлекет, парламент халықпен санаспайтынын бәріміз білеміз. Қазақстан Республикасының рәміздері ту, елтаңба, әнұран мемлекеттің тарихи сабақтастығын білдіреді. Ту, қыран, еркен екенімізді білдіреді. Мысалы, елтаңба, мысалы, екі қанат, бүкіл мемлекетті, бүкіл тарап кеткен ұсақ мемлекеттерді ішімізде ететімізді, соны білдіреді. Қазақтың дәстүрлі кеңдік, әділдік және бейбітшілік ұстанымдары қазіргі сыртқы саясатта да сақталып отыр. Енді қорытындыға айта кететін болсақ, қазақ мемлекеттің дәстүрлері ғасырлар бойы қалыптасқан, анау түркі дәуірлерінен бастап, сақ дәуірлерінен бастап, мысалы ат үйрету деген ол сақ дәуірлерінен бастап, ою, өрнек, ыдыс, құм, бәрі сол сақ дәуірінен бастап келе жатыр. Және саяси тәжірибенің жемісі, олар елдің тәуелсіздігі мен бірлігін сақтау жолында маңызды рөл атқарды. Бүгінгі ұрпақ сол дәстүрлерді құрметтеп, жаңғырту арқылы елдің болашағын нақтай алады. Өйткені білмеген болашағын болжай алмайды деген қазақ. Мемлекеттігінің дәстүрлерін білу әрбір азаматтың парызы деп білемін. Және де тағы да айта кететін нәрсе, Қазақстан халқы мен кезінде қазақ халқының жағдайы екі түрлі. Өйткені қазір біздегі парламент, сот істері мен принцип ұқсайды, негіздер ұқсайды, бірақ
жүйелері мүлдем басқа. Өйткені халықпен санаспау, халықпен етпеу ол бізде жоқ. Мысалы бізде билер институты деген секілді нәрселер жоқ, жоқтың қасы.